Колорадодағы әдемі де биік жартасты тауларда 1957 жылы құпиялы телефон қоңырауын қабылдаған Үміт есімді жас қызбен танысамыз. Қыз дірілдеген дауыспен өзінің қатып қалған таулардағы оқшауланған жастар лагері Альпі көлінде екенін және басында ойылып жазылғандай көрінетін 7 сан туралы түсініксіз түстер көріп жүргенін түсіндіреді. Ол телефонның жергілікті екенін айтып, арғы жағынан жауап болмаған соң, жүйкесі сыр беріп тұтқаны қояды. 1982 жылға қазіргі уақытқа көшеміз. Бір топ жас өспірімдер төбелестің айналасында тұр. Бірнеше соққыдан кейін жеңімпаз Финни есімді жас жігіт. Оның әпкесі Гвен таңырқап жақындап, неге басқа баланы соққыға жыққанын сұрайды. Финни жаңадан келген жігіттің оны келемеждеп, сириялық кісі өлтірушіні жеңген үшін өзін батыр деп ойлайтынын айтқанын түсіндіреді. Сондықтан ол әлсіз емес екенін анықтау үшін қарсы шыққан. Дәл сол сәтте Эрнесто келіп, Финниді жеңісімен құттықтайды және сыртқа шығуға шақырады. Бірақ Эрнесто кетіп бара жатқанда Финни ашуланып, әпкесіне бұл айқын кездесу екенін және Эрнестоның жақсы жігіт екенін айтады. Оның үстіне Эрнестоның үлкен ағасы Робин Финниден оған қарауды сұрағандықтан, оған дұрыс қарау оның қолынан келетін ең аз нәрсе. Кейінірек біз Финнидің әкесімен қоштасып, ойға шомып жатқанын көреміз. Содан кейін бетперделі қара телефонды адам ретінде белгілі Граббер туралы естеліктер оны қайтадан мазалай бастайды. Бұл жас жігіттің бірнеше жыл бұрын ауыр жағдайды бастан өткергені белгілі, бірақ оның жауы өлтірілді және ол қазір қауіпсіз. Алайда кенеттен ол оны алдынан түс сияқты шынайы көреді және Финни оған батылдықпен қарсы тұрады. Бірақ сол сәтте Гвен пайда болып, елес жоғалып кетеді. Ол оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды, бірақ Финни соңғы рет қарап, үндемеуді жөн көреді және оның не сезінгенін түсіне алмайтынын айтады. Гвен нәзіктікпен не болса да әрқашан оның жанында болатынын анықтайды. Енді біз қар басқан таулардағы көріністерді көреміз. Онда бір бала қараңғы үңгірлер арқылы үмітсіз жүгіреді. Құлаған кезде пышақ ұстаған бір тұлға пайда болып, оның өмірін тоқтатады. Кетіп қалмас бұрын, бала мұзды судың астында пайда болып, мұзға әрпін салады. Мұның бәрі түседі және Гвен шошып оянады. Кенеттен ол тынымсыз телефон қоңырауын естиді. Ол баяу тұрып тексеруге барады, бірақ қонақ бөлмеге жеткенде, бұл оның телефоны емес екенін байқайды. Абыржыған ол алдыңғы есікті ашып, қараңғылыққа қарайды, бірақ ешкім болмады. Дәл сол кезде оның ағасы Финни келіп, оның ұйықтап жүргенін және тоңып тұрғанын айтады. Ал Гвен әлі де дірілдеп, түс көргенін түсіндіреді, бірақ ол көп көңіл бөлмей, төсекке оралуын айтады. Келесі күні таңертең мектепте сыныптастары оны сиқыршы деп мазақ етеді, және сол сәтте Эрнесто пайда болып, жүйкелі жымиыспен оның паранормальды нәрселерге деген талғамын байқағанын айтады. Гвен көңілденіп, оны елестерге қызығатынын, және өлімнен кейінгі өмірге сенетінін айтып қорқытады. Содан кейін Эрнесто шағын карталар колодасын алып шығып, оның болашақты болжайтын түстер көретінін естігенін айтып, оны оқуды білесің бе деп сұрайды. Гвен таңырқап, мұны ешкімге айтпағанын айтады, ал Эрнесто оның білетінін мойындайды, өйткені оның ата-анасы Робиннің денесі қай жерде екенін полицияға түсі арқылы көрсеткен ол екенін айтқан. Гвен ыңғайсызданып төмен қарап, тақырыпты жалғастырудан аулақ болады. Кейінірек Финни дүкеннен шығып, көшеде келе жатып, таксофонның қоңырауын естиді. Ол қызығушылықпен жауап береді, бірақ тез арада тұтқаны қояды, және ол кетіп бара жатқанда, телефонның сынған және розеткадан ажыратылған екенін байқаймыз. Сурет бұрмаланып, біз тауларға ораламыз, онда тағы бір жас жігіт үмітсіз жүгіреді. Оны жұмбақ адам қуып жетіп, өкінішке орай оның өмірін қатыгездікпен тоқтатады. Елесте бала суға шағылысып қайта пайда болады және саусағымен әрпін салады. Гвен тағы да қатты қорқып оянады, бұл жолы телефон тағы да соғады, бірақ ол қорқып, оған жауап бермеуді шешеді және үйден сақтықпен шығып, ауланы аралап жүріп, түсіндегі құрбан болған жігіттен қалған қалдықтарды көреді. Жақындағанда ол байқаусызда аяғын қанға бояйды. Ол велосипедіне мініп, қабырғадан секіріп өтіп, терезеге жақындайды, онда қараңғы атмосфера бар. Гвен баяу кіреді, және сол тыныштықта телефон қайтадан соғады. Ол оған қарап, ақыры жауап береді. Желінің арғы жағында Альпі көлінен қоңырау шалып тұрғанын айтып, дауысы дірілдеген үміт тұр. Ол 7 санды көретін оғаш түстер көргенін мойындайды. Бұл басындағы көрініс, бірақ бұл жолы жауап берген Гвен таңырқап, өзінің де ұқсас түстер көретінін айтады, бірақ оның түстерінде әріптер мен су астында қамалған балалар пайда болады. Үміт бірнеше секунд үнсіз қалады да тұтқаны қояды.
Дәл сол сәтте Гвеннің артында басында балтасы бар адам пайда болады. Есік ашылып, телефон қайтадан соғады. Бұл жолы бөлмеге Финни кіреді, ал Гвен әлі де бозарып, өзіне лагерден қоңырау шалған анасымен сөйлескенін айтады. Алайда оған сенбеген Финни мән бермейді, бірақ олар кетіп бара жатқанда, ол қабырғада құрғаған қанмен жазылған сөзді байқайды. Граппер тозақта жанады. Мазасызданған Гвен лагерді зерттей бастайды, және бұл христиандық орын екенін анықтайды. Көп ұзамай олардың әкесі Теренс келеді, және лагер плакатын көргенде ойға шомып, аналарының онымен таныспас бұрын сол жерде жұмыс істегенін айтады. Бірақ ол орын көп жыл бұрын жабылған және бұл діни лагер болғандықтан араласқысы келмейтінін айтады. Алайда Эрнесто Гвенді алып кетуге келгенде, Финни оларды тоқтатып, олармен бірге баратынын айтады. Осылайша үшеуі Альпі көліне бет алады. Жолдағы тұманның қалыңдығы сонша көру қиын. Финни жолды белгілеу үшін көліктің алдында жүгіруді ұсынады. Сапардың ортасында атқа мінген жас қыз пайда болады. Ол Мустанг, және ол Армандо есімді серіктесіне соңғы саяхатшыларды тапқанын айтып, жастарды лагерге бағыттайды. Олар екеуі де лагердің қызметкерлері және дауылға байланысты жолдардың жабылғаны туралы хабарламаны алмаған жалғыз адамдар екенін түсіндіреді, және боран өтпейінше ешкім жолдарды тазартпайды, сондықтан олар әзірге сол жерде қамалып қалған. Мустанг оларды тыныштандыруға тырысады, нысандарды көрсетеді, және оларға бөлек бөлмелерді бөліп береді. Ерлер мен әйелдер бөлек кабиналарда ұйықтау керек екенін түсіндіреді. Гвен келіседі, бірақ Мустанг оған егер қажет болса, оның кабинасы жақын екенін сыбырлайды. Сол түнде Гвен ұйықтап жатқанда, ол тағы бір түс көреді. Бұл жолы түсінің көлеңкесінде бір қол судың астынан әрпін салады. Ол шошып оянады, ал сыртта Финни шөптерді пайдаланып жатыр. Сол кезде ол кабинадағы қара телефонның соғып тұрғанын естиді. Ашуланған Финни ашулы түрде телефонға жауап беріп, ешкімге көмектеспейтінін айтып, тұтқаны қояды, бірақ телефон қайта соғып, ол тағы да жауап береді. Сол уақытта Гвен астынан шыққан шуды естіп төсекте отырады. Ол еңкейіп, өлген баланың бозғылт денесін көреді. Финнидің жанындағы телефонның арғы жағынан бір дауыс кешірімділік деп сыбырлайды. Дәл сол сәтте есік қатты жабылады, және Гвенге де өлген балалардың елестері шабуыл жасайды. Телефон тағы да суық үнмен сөйлеп, Финниге тозақта жалын жоқ, тек мұз бар дейді. Қорқыныштан сал болып қалған ол қашып кетуге күш жинайды, ал сыртта әпкесінің айғайын естіп, оны тынышталғанша қатты құшақтайды. Кейінірек Гвен Эрнестоға жаңа түс көргенін айтып, өзін қауіпсіз сезіну үшін онымен бірге ұйықтауды сұрайды. Бірнеше минуттан кейін Эрнесто оянып, Гвенге оның дұға етіп жатқанын естігенін айтады. Ол оның Исадан нәрселер сұрағаны оған тартымды көрінетінін мойындайды. Гвен күлімсіреп, анасының да христиан болғанын, бірақ оны ақылдан адастырған түстерді мұра еткенін айтады, және өзінің де солай болатынынан қорқады. Эрнесто оған нәзіктікпен қарап, оның әдемі екенін айтады. Олар сүйісуге жақын қалғанда Финни бөліп жібереді. Таңертең Гвен шындықты жасырудан шаршап, Эрнестоға бәрін айтқанын айтады, және Финни қатты ашуланады, бірақ Гвен оның сөйлесетін басқа ешкімі болмағанын айтып жауап береді. Көп ұзамай оларды таңғы асқа шақырады. Армандо лагерде олардың шын мәнінде не істейтінін сұрайды, және Финни мен Гвен аналар үшін келгендіктен шындықты айтуды шешеді. Олар фотосуретті көрсетеді, және Армандо оны бірден таниды. Бұл жұлдыз сәулесі, оның енді тірі емес екенін білгенде, оның жаны күйзеледі. Армандо кеткенде, Финни сырттағы істемей тұрған таксофонның қайта соғып тұрғанын айтады. Дәл сол сәтте олар қоңырауды қайта естиді, және Финни жауап беруге жақындайды. Ол қыздың суықтап тұрғанын және кім екенін есіне түсіре алмайтынын айтқан дауысын естиді. Сондай-ақ ол үш баланың сыбырлары мен дауыстарын естиді. Финни олардың өлгенін түсінеді, және оларға қалай көмектесе алатынын сұрайды. Оған тек оларды табу керек деген жауап келеді. Сол уақытта олардың әкесі жаңалықтардан жолдардың жабылғанын көреді, және қатты алаңдап, оларды іздеуге баруды шешеді. Лагерге оралған Гвен жетекші Барбарадан ескі сыбыстар туралы білесің бе деп сұрайды. Бірақ Барбара оны тек Құдай туралы ойлау керек, ал қорқынышты оқиғалар туралы емес деп сөгеді. Сол түнде Гвен тағы да үміт Адлер туралы түс көреді. Ол түсіндегі сандардың көлдің мұзына жазылғанын сыбырлайды. Содан кейін бейнелер бұрмаланып, ол өткен құрбандарды көреді. Гвен қорқып оянады, есіктің өздігінен ашылып жабылғанын көреді. Финни телефонның соғып тұрғанын естіп, Эрнестоны оятады. Сол уақытта Гвен сыртқа шығып, балалардың елестерінің соңынан ереді. Телефонның тоқтамайтынына ашуланған Финни оған жауап беруді шешеді, және арғы жағындағы таныс дауыс оның жүрегін мұздатады. Бұл алдыңғы қара телефондағы Граппер, ол біраз уақыт өтсе де, ақыры Финниді есіне түсіргенін айтады. Дірілдеген Финни оның өлгенін айтып жауап береді, бірақ ұрлаушы күліп, ешқашан өлмегенін растайды.
Сол уақытта Эрнесто Гвенді іздейді, ал ұрлаушы оған ашумен шабуыл жасап, оны қабырғаларға лақтырады. Айғайдан ескертілгендер жүгіріп келеді, бірақ Гвеннің еденде жатқанын ғана көреді. Эрнесто оған көмектесуге тырысады. Дәл сол кезде Финни кіреді, ал ұрлаушы ғайып болады. Бірнеше минуттан кейін, бастан өткерген қорқыныштан кейін, барлығы шіркеуге жиналып, бұл жерде паранормальды және зұлым күштер бар екенін енді жоққа шығара алмайтындарын мойындайды. Гвен түстерін айта бастайды, балалардың киімдерін және өлімдерін сипаттайды, және Армандо полицияның Кальвин есімді бір баланың киімдерінің қалдықтарын тапқанын растайды. Финни Грабберді атайды, сонда Армандо лагер иесінің 2 бала жоғалғаннан кейін оны жапқанын айтады, бірақ ол қорапты іздеуді жалғастырған. Иесі өлген кезде, Армандо іздестіруді жалғастыру үшін бұл орынды сатып алған. Ол қазір Гвеннің таңдалған адам екеніне, мұз астында қамалған жандарды босата алатын жалғыз адам екеніне сенімді. Ескі фотосуреттерді қарап отырып, Финни Граббердің бетін таниды, және Армандо оның Билл есімді бұрынғы лагер қызметкері екенін айтады. Балалар Гвен үшін өздерінің бастапқы әріптерін қалдырады. Әріптер оның атын құрайды, және Биллдің мұзды көлді өз ойындары үшін пайдаланған қатыгез адам болғанын түсіндіріп жатқанда, Гвен шошып, денелер су астында болуы керек дейді. Мустанг егер оларды таба алса, ұрлаушы күшін жоғалтады деген қорытындыға келеді, және барлығы таңертең көлге баруға келіседі. Кейінірек Армандо Финниге жақындап, оның қорқынышы тозақтан емес, әпкесін қорғай алмаудан екенін білетінін айтады. Ол оған ауырсынуларын жасырмай, оларға қарсы тұруға кеңес береді. Финни Граббердің оны ренжіту үшін ғана Гвенді өлтіргісі келетінін айтады, бірақ ол бұған жол бермейтініне уәде береді. Таңертең топ қатып қалған көлге бет алады, онда олар бірнеше сағат бойы қазады, бірақ ештеңе таппайды. Түн батқанда олар шаршап оралады, және Финни мен Эрнесто Гвен ұйықтап жатқанда кезектесіп қарайды. Гвен тағы да түс көреді, бұл жолы бір баланы газет таратып жүргенде көлік қағып кеткенін көреді. Содан кейін Билл қара шарлармен күліп пайда болады. Кенеттен оянған Гвен емес, оның анасы Үміт, және қорқып кеткен Гвен оған қарап, оның соңынан ереді. Үміт ескі үйдің жертөлесін көреді, онда бала қамалып жатқан, ол қашып құтылуға тырысады, бірақ Билл пайда болып, оны ұрлап әкетеді. Гвен айғайлайды, бірақ Граббер пайда болып, оны анасына ұқсайтынын айтып көлікке күштеп отырғызады. Гвен шындықты біледі. Анасы бірінші ұрланған бала туралы армандаған, сондықтан ұрлаушы оны ұрлап, оны азаптаған, тозақ от емес, мұз екенін түсіндірген. Гвен жүгіреді және жасырынуды сыбырлаған қоңырауға жауап береді. Ұрлаушы оны тауып қолын жарақаттайды, және ол шынайы өмірде қансырай бастайды, ал басқалары оны оятуға тырысады. Түсінде ол Армандоның денені тауып алғанын көреді. Алайда Граббер оны алаңдатады, ал оның елесі қатып қалған көлдің бетіне шығып, Армандоға шабуыл жасап, оны көлге құлатады. Гвен ағасының дауысын естиді және оның да күші бар екенін түсінеді. Түсінде ол күш жинап, ұрлаушыға қарсы тұрады және оны ұрып, циклды бұзып, айғаймен оянады. Көзін ашқанда ол барлығына Армандоның көлде екенін айтады, және олар оны құтқаруға жүгіреді, ол тірі. Олар лагерге оралғанда, олардың әкесі Теренс балаларды үйге алып кетуге келеді. Финни келіседі, бірақ Гвен бас тартып, оны қорқақ деп атайды және оның әрқашан қашып кететінін айтады. Финни оның не көргенін ешкім түсінбейтінін айтып жауап береді, ал Гвен оны білетін ең батыл адам екенін айтып жұбатады. Гвен әкесімен сөйлесіп, басынан өткен барлық жағдайды және анасымен болған оқиғаны айтып беруді талап етеді. Содан кейін бәрін айтып бергеннен кейін Теренс таң қалады, және олар лагерде қалып, іздестіруді қайта бастауға келіседі. Бірнеше сағаттан кейін шаршаған Гвен арқасын сүйіп, ұйықтап жатқандай көрінеді, бірақ ол мұны әдейі жасайды. Түсінде ол көлде құбыжығы пайда болған ұрлаушыға қарсы тұрады. Гвен мұзды суға құлап, қамалған балалардың денелерін көре бастайды, және үмітсіздіктен оларды біртіндеп шығарады. Оның әкесі оған көмектесу үшін суға секіреді, ал Граббер Финниге шабуыл жасайды, және Эрнесто Гвеннің денесін көтереді. Жау Финниді тұншықтыруға тырысады, бірақ Гвен өзінің астральды проекциясында шабуылды бөліп, ұрлаушымен бетпе-бет келеді. Граббер қызға зиян келтірмес бұрын, балалардың рухтары астральды жазықтықта пайда болып, оның Гвенге жақындауына кедергі жасайды. Өлтіруші алаңдаған кезде, Гвен оған соққы беріп, оның бетпердесін жұлып алады, жек көрушіліктен бұзылған бетті көрсетеді. Финни жақындап, тозақта жалын жоқ, тек мұз бар дейді. Содан кейін олар екеуі оны қатып қалған көлге итереді. Онда елес балалар оны түбіне сүйреп апарады,
ал оның денесі баяу қатып қалады. Гвен Эрнестоның құшағында оянады және оны сүйеді. Сыртта басқалар тойлап жатыр, және Армандо балалардың ата-аналарына жаңалықты айту үшін қоңырау шалады. Олар кетпес бұрын телефон соғады, бірақ оны Гвеннен басқа ешкім естімейді. Гвен жауап береді, және анасының дауысын естиді. Ол тыныштықта екенін, және қарғыс ешқашан жаза емес, сыйлық болғанын айтады. Ол одан Финниге оны жақсы көретінін айтуды, және оның қайтыс болған досы Робиннің сәлем айтқанын сұрайды. Желі үзіледі, және Гвен ағасына бәрін айтып береді. Олар екеуі көлікке отырады, және олар кетіп бара жатқанда лагер тағы да тыныш көрінеді.